Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаланов. Бүгін біз Sims 4 ойын жалғастыратын боламыз достар. Иә достар, Sims 4 түсірмегенім өте көп болды. Кешіріңіздер егер күткен болсаңыздар. Достар, сразу айтып қойын, егер де сіздерге осы арнада Sims 4 керек болса, лайктарыңызды сразу басып қойыңыздар. Мен просто біліп отырайын деп едім, сіздерге бұл арнада керек па Sims 4 и керек емес пе? Просто көбінесе Sims 4-ті Майнкрафтқа қарағанда аз просмотр жинайды, сосын мен ойладым Sims 4 біздің арнада ондай қызық емес деп. Достар, егер де Sims 4 қызық болса, лайктарыңызды басамыз достар. Көп лайк болса мен Sims 4 көп түсіруге тырысамын. Енді көп түсіргенде түсіріп тұрамын, жиі түсіріп тұрамын. Достар, так что лайкты ұмытпаңыздар. Давайте достар, жалғастырамыз. Бұл Sims 4 ойынын мен өзімде сағынып қалдым достар. Біршама болды ойнамағанымызға, иә достар, келсіңдерші. Так, давайте ойнай кеттік. Ал біздің Sims 4-ке мағанымызға мен не істегім келгенін ұмытып қалдым өз достар. Достар, айтпақшы, айтып қоятын бір затым бар достар. Мен читер болып кеттім бұл ойыннан достар. Иә достар, мен түсіндім, біз кодсыз ойнаған қызық емес екен. Сол үшін достар, мен код жазып алдым. Осы бана ғана код жазып қойдым. Сіздерге видеоға түсірместен бұрын әдейі дайындап қойдым. Кодпен ойнайтын боламыз енді достар. Менде көріп тұрғаныңыздай достар, $1 000 бар достар. Иә, біз просто бай болып кеттік. Өте қатты мен код жазып алдым. Иә достар, кодпен ойнаймыз, өйткені кодсыз ойнайтын болсақ достар, біз дейтін өмір бақи ойы бомж болып жүреміз бұл ойында. Енді бомж деп айта алмаймын, енді просто всегда бізге ақша керек болады. Біз ешқандай қыдыра алмаймыз, ешқандай қыздармен таныса алмаймыз бұл ойында. Короче, өміріміз реально қызық емес болады. Ешқандай зат сатып алмаймыз, реально там вечеринка, ешқайда бара алмаймыз достар. Күн сайын жұмысқа тұрып кету керек болады, және тағы да басқа заттар жасау керек. Сол үшін достар, мен ойладым да, құрсыншы код жазып алайын дедім. Және де достар, бұл ойында адам қартаяды достар, шалғайнады соңында. Сол үшін достар, біз өміріміз просто кетіп қалады далаға. Сол үшін достар, мен код жазып алдым. $1 000 жазып алдым достар. $1 000 енді $1 000 енді бір шама рет жаздым кодты, чтобы миллионға жеткізу үшін. Енді достар, бүгін біз дейтін бұл ойыннан барлығын сатып аламыз қазір достар. Не алғымыз келеді, соны бәрін аламыз қазір достар. Мен баяғы көріп тұрғаныңыздай дым өзгерткен жоқпын үйде. Баяғы ақша сол бомжовский үйде тұрып жатыр. Қазір код жазып қойдым. Енді қазір бірге достар үйдің бәрін керім қылдырамыз қазір. Давайте бірінші. Давайте, әлі отырайын деп отырмын. Давайте кірейік өмірге. Так, мынау дейтін не істеп жатсың, телевизор атсың ба? Достым, болды, сенің өмірің енді кайфқа арналды. Болды, енді жұмысқа барып та керек емес саған, өйткені сенде уже $1 000 бар. Саған енді болды, саған уже жұмысқа барып та керек емес. Так что достар, бүгінгі бөлім реально қызық болайын деп тұр. Давайте бастайық бірдеңелерді алып. Давайте бұл кроватьты біріншіден, давайте на кроватьты сатып тастайық. Давайте. Опа. Так, продайте. Все, давайте нормальный кровать алайық, бомжовский емес. Кәдімгі керемет кроваттар алайық. Давайте бастыққа. Қандай кроваттар бар мұнда? Так. Мен уже даже Sims қалай ойнайтынын ұмытып қалыппын достар. Көп болды ойнамағаныма. Уже ұмытып жатырмын. Давайте достар, ең қымбатын алайық. Давайте достар, шіріген бай оламыз бұл ойында достар. Енді істейміз. Енді $1 000 достар, бәрін жұмсау керек. Давайте. Так, давайте ең қымбатын осы $12 000 тұр міне. Так, одан қымбаты бар ма? Так, міне осы $12 000 кроватын аламыз. Осыған королевский адамдар құсап ұйықтаймыз міне осында. Тағы да не өзгертеміз достар, телевизор сату керек сияқты. Но не телевизор достар, но бомжовский телевизор. Давайте продать етіп тастайық, күшті. Мынаны бәрін алып тастайық. Не бұл? Давайте дұрыс стол аламыз, дұрыс диван аламыз қазір, бәрін жақсартамыз. Так, давайте диван алайық енді. Так, қандай дивандар бар мұнда? Так, достар, қызық болады деп ойлаймын бүгінгі бөлім. Так, мен өзімде достар, бұл ойыннан уже ішім сықып кетті, бомж сияқты тұрудан. Сол үшін қазір мен вот баяғыда Sims ойнағанымда бала кезімде тоже кодпен ойнайтын болдым, өйткені маған именно осы кодпен ойнаған қызық болды достар. Так, давайте осындай $1200 тұрады. Одан күштісі бар ма екен? Жоқ, қалғандары ондай ат керемес. Давайте сол үшін $1200-дің осыны аласайық, қызыл кресло или қарама. Маған бір қаранап тұр. Давайте. Дайте осыны алайықшы, мейлі. Жақсы болып тұрын да, ну. Біздің үй кәдім сәнді болып жатыр достар. Давайте сатып жүрейік, мынаны продать етіпсек. Керек емес бұл стол. Так. Андай қызыл стол алайық тағы да. Так, осындай ма? Қандай? Мен достар, мен еще үйдің декорациясын жасап білмеймін достар, ренжімейсіздер ғой. Так, өйтіп сала беремін, әйтеуір, білмеймін әйтеуір. Так. Бұл не? Жоқ, бұлында емес. Так, бізге явно бір стол керек та. Негізін тамақ ішіп отырып жейтін ғой, шек кетті мен чөтті. Тоқта, бізге бір шағын стол керек тамақ ішетін енді. Так, не бар? Опа. Давайте бірінші телевизор алайықшы үшіге. Телевизорды
Так, давайте телевизорге керек. Телевизор. Қандай телевизорлар бар? О, жада тұратын телевизор. Ух ты, ну не вообще. Ё-моё, ну кинотеатр ғой достар. Біздің үйге сыймайды. Ну қой түсінер, мындай алмай қойық достар. Вау! Ну не, ну жерде тұратындар ма? Так. Так, достар, реально что-то непонятно отыр. Давайте. Жона жерге қойсақ бүлтіл сияқты да, достар, да, бірден үстіне қою керек сияқты явно. Ну жарда тұратын да. Так. Или битик па? Блин, мына жерде окно тұр ғой. Қызық емес. Так, қай жерге сияды екен? Так. Үстіп қоямыз ба? Давайте битик үстіп қоямыз телевизорды да, сосын диванды үстіп қойық. Мына қалай жылжытады, достар? Осын түсінген жоқ мен осы ойында, достар. Қалай жылжытады осыларды? Так. Қалай жылжытам мен мынаны, достар? Так. О, достар, осын түсінген жоқпын мен. Осын қалай жылжытатынын түсінген жоқпын. Түсінген жоқпын, достар. Қалай жылжытам мен аны? Достар, мен бұл ойынды дұрыс түсінген жоқпын. Осын түсінген жоқпын мен қалай жылжытатынын. Саған қарапайым затты түсінбедім. Так, көрейік ал. Так, мына жерде бірде бар ма екен? Валка дейді, инструмент проектирования дейді. Мына цветін де өзгертуге болады екен ғой, достар. Қойшы, ма черный қойып қоямыз ба? Жоқ, черный онша емес екен. Қызыл нормально, өзінің цветі жақсы екен. Так. Так. Туынан қалай қозғалтам мен, достар? Ну, или өйстіп тұра ма тек? Жоқ, тұрмау керек, достар, да? Тұрмайды о заттар. Любой затты ауыстыра алатындай болу керек негізінде. Ондай жоқ сияқты. Достар, жалғастыра береміз. Бұл керемет ойында маған скайпта біреу соғып қалды. Как всегда, достар, бізді видео түсіріп жатқанда бізге барлығы мешайт деді. Достар, және мен түсіндім қалай бізді передвигать ететін, достар, заттарды қалай бұру керек екен түсіндім. Міне осылай екен. Осы қазір скайпта соққаннан кейін резко ютубқа кірдім де қарап алдым, қалай жасау керек екен. Міне, достар, осылай жасайды екен. Все болды, достар. Керемет. Енді болды, все, біз күштеп тұрып телевизор қарай аламыз. Осы жерден қараңыздар. Керемет қой, достар. Бәрі күшті. Короче, қазір опа. Так, укулелемізді өшірге, укулеле деп қойған, скрипкамызды сөжей қоямыз. Так, не істеу керек? Енді бізге тамақ ішетін жер керек, да, достар? Қай жерге жасаймыз оны? Так. Бізде енді көп зат бар алу керек, да, достар? Үйіміз бомжовский, бірақ жақсы дамып жатыр. Так, холодильник сапты еще. Холодильник, нормальный холодильник аламыз қазір. Так. Міне, достар, тамақ ішетін столдар. Ё-моё, міне, бар екен. Так, меніңше, онша емес, да? Бізге нормально бір құттайда жарайды, достар, біз енді. Қанша жерден бай болсақ та, бұл ойында қанша жерден бай болсақ та, кішкене бір скромничтейік. Давайте мына жерде біреуін салып жейік, құттай. Давайте осы жерден жесін тамағын. Осы жерде как раз бос орын тұр осындай. Міне, кітаптың қасы. Так, қай жерде болсын, жейтін жер қай жер болсын, түсініп. Давайте осы жер бола берсін, да? Осы жер бола берсін. Так, осы жер бола берсін, осы жерге келіп, шетіне келіп тамақ ішіп аламыз. Так, стол керек енді бізге, нормальный бір стол керек. Так, Клен королевский, достар, көріп тұрсыздар ғой. Так, екі стол жарайды бізге, достар. Енді мына жағын тағы да бір стол қойын ба. Так, көрейік ал. Опа. Симайды уже екі стол жарайды екен. Пока что екі столды жарайды деп ойлаймын. Біздер енді семья жоқ бізде, сол үшін екі адам бір қыз шақырсақ, сол жарайды сол. Так, или битек па құттай. Құттай үстіп жылжытып қойық та. Или жоқ, үстіп тұра берсін жақсы. Или вообще бүйтпейміз ба. Тұра берсін үстіп та, достарым. Так, енді бізге холодильник керек та. Так, холодильник, бізде қандай холодильниктер бар мұнда. Так, мен бұл ойында код жазғаннан кейін тек қана қызық бастап отырмын бұл ойынға. Кәдімгі қызық заттар бар екен. Мұнда еще компьютерлар бар. Компьютерлар, мен любимый затым бар мұнда. Давайте онда жасайық. Давайте мына жерге компьютер. Бля, біздің комнатымыз слишком қандай, достар, бізге дым сыймайды. Қай жеріне қоям компьютерін комнатын? Нема түсініп тұрған жоқпын. Так, давайте кроватьты бүйтіп былай қойып қойық та. Үстіп тұрсыншы. Сосын. Үстіп тұрсын. Компьютер сиятындай болсын. Так, мынаны үстіп бұрып қойық та. Міне бәрін идеальный кәдімгі сиятындай алдырып жасаватым, достар, кәдімгі дизайнеріміз ғой, достар, Нұрлан дизайнер ғой. Өзінде мақтамаса ешкім мақтамайды дейді. Так что так.
Ух ты, қандай керемет столдар бар мына жерде. Ё-моё, а мына стол ма вообще не мынау? Письменный стол дейді. Так, бізге компьютерный. Классический дейді, міне. Так, бізге компьютерный стол керек. Так, қандай компьютерный стол бар мында білмеймін ал. Так, ну компьютерный стол емес явно. Так. Так, ух ты, қараңыздар, қандай керемет стол. Кам слишком новый. Так, енді бізге компьютер керек. Бізге бір... Ух ты, осы. Их ты, призрак деймін, ал дейтін, слишком құтақан ау. Так. Ну, типа как iMac сияқты екен. Ну, типа как iMac сияқты, реально шынымен де. Жақсы ауысыңа алдық. Міне біздің достар компьютеріміз. Өйстіп тұрады. Короче, ну не планшет па, планшетті қасына қойық. Ё-моё, біз жирават етіп кеттік слишком достар бұл ойында. Так, тағы да не алуға. Так, палас алайық. Бұл көмітқа нормально, да? Так, бұл не? Опа. Юх ты. Или красный ма? Қызыл ма? Мағынап тұр. Ожо ма? Чөт таш? Или қара жақсы ма? Ух ты. Қара идеально олып тұр достар. Нарадыз? Міне достар, біз кәм уже элитный тұрып атырық уже. Шкаф керек па енді? Так, но не. Уже не алатын білмей атырым. Так. Міне стол керек қойын айтпақшы, компьютерный стол керек. Дхрейсерлар қайда, дхрейсерлар. Анда стримерлердің несі болады, столдар, сондай бір стол керек бізге. Онда жоқ шығар ондай да. Так. Опа. Что-то какой-то простой столдар, но компьютерный стол емес қой достар, ну. Міне компьютерный стол достар, міне. Компьютерный кәдімгі стол. Обычный компьютерный стол. Так. Жылжытып қойық та, былай. Давайте жылжытайық. Тұрмай ма не? Былай тұру керек, нормально. Қалай қоям енді? Нормально тұр да, әйтеуір да. Отырған стол слишком көп орын алып тұрған сияқты, меніңше қараңдаршы, қай тұр ну? Мына жерде жақын тұрмай ма? Алыс тұр слишком. Біздің адамымызды өте алмайтын сияқты, что-то мына жерден. Жақсы тұра берсін пока что. Так, енді не істейміз? Что-то мағынап тұрған жоқ, но слишком... Ну не... Опа. Неге естіп тұр, түсініп тұрған жоқпын. Так, нан сатып тастайық. Так, нормальный шкаф алайық қазір. Так, киім киінетін ба? Так. Достар, не аламыз тағы да. Так, лампа ауыстырайық. Давайте на лампа. Ё-моё, қатып отыр ғой менде ойын кәдім. Так. Тағы да не алсақ болады, достар. Мен что-то уже үндемей қалдым ғой. Так. Опа. Не бар мында? Андай керемет нелер бар. Так. Ну не. Вау, осыны алып қойықшы. Ну кәдім керім жарық қылдырады екен. Вау. Үйді қараңдаршы, қандай жарық болып кетті мына светтің арқасында. Так, біреуін алсайық тағы да мына жерге де. Или ну тек комнатта тұра ма? Жақсы алып тастайық пока что. Так, отмена. Так. Қалай достар, үйім қалай екен достар? Лайк, комментарий жазыңдар. Тағы да не ауыстырайын, тағы не салайын. Компьютеріміз бар, нормальный стол, кровать. Мына кілем қойып қойдым еще. Так, бізде самый главный вещь жоқ достар бұл ойындағы. Тамақ ішетін не жоқ, холодильник жоқ. Так, холодильник қайдан қараймын мен? Холодильник, міне холодильник, все. Так. $14 000. $14 000 холодильник алдық. Ё-моё. Вот это баға, достар. Вот это кәдімгі холодильник. Ішінде вот так газ сатып тастайық. На газ что-то онша емес сияқты. Давайте нормальный. 13 000-ға. Мына екеу құсайды екен, достар. Мына екеу бір фирманікі сияқты, как будто. Знаешь, стильдер құсайды бір-біріне. Жақсы болып тұр. Кәдімгі. Так, тағы не өзгертеміз. Так, сигнализация қойық, давайте. Бар екен уже мына жерде, да? Пожарная безопасность.
Нан да қойып па қасына қалай? Нан қайда қояды? Нан қайда қояды, достар? Так, нан. Так. Жақсы, пока что тасташы, нан қоямай тұрайық. Так, осындай үй жасадық бүгін қазір. Давайте біз туалетімізді ауыстырайық. Нормальный туалет бар ма екен анда? Туалеттің ауыстыратын еш жоқ қой негізінде. Золотой туалет болатын еді ғой Симсте. Сондай алатын едім жарым құсана. Мындай алайық па теше. Тоқта. Короче, мен неге сатып тастадым мен мында. Как будто бір басқа варианты бар ұқсап. Так, блин, әте осы 300 бірден алдық. Давайте. Нормально шығарды. Жоқ, тоқташ. Сатып тастайын. Так, нормальныйлар бар мұнда да. Мұнға бар. 1800-дікі бар. Давайте 1800-дікін айық. Дәл соғы бана біз үйде тұрған. Сол ма әлі? Сол емес пе білмейді. Соған ұқсайды. Так. Не тұрмай тұрмау? Так, тұрды ма? Так, душта ауыстырайықшы, достар. Душ домайды ма осы? Так, басқа душ. Сынып қала беретін душ болды вечіне. Так. Так, осылай. Опа, бірде өзгерді ма, достар? Мен байқаған жоқпын шет. Как будто дәл соң қайта алған сияқтымыз. Так, ең не істейміз, достар? Ең не істейміз? Давайте нан сатайық қазір. Кітап. Так. Кітап оқитын басқа бірден аламыз қазір. Осындай аламыз ба? Мен симайтты өш. Так. Міне осы керім, да? Міне достар. Керім болды біздің үйіміз. Так, тағы да не аламыз, достар, Көп зат бар әлі ауыстыруға болатын. Бүгінгі бөлімде, достар, енді ешкіммен танысқан жоқпыз, ешкіммен общаться еткен жоқпыз. Просто үйімізді керім қылдырып алдық, достар. Так что, достар, сол үшін лайктарыңызды басыңыздар, егерде бүгінгі бөлім ұнаса. Давайте тағы да бір-екі зат алып жүрейік. Хост ұнатып жүрді ғой, бұл хост алғысы келіп жүрді. Давайте арманын орындатқызайық. Керекті заттарын алып берейік. Давайте біздің басты кейіпкерімізге. Так, нар ала алмайсың да, закрыто дейді. Не үшін закрыто? Так, мольберт алу керек қазір. Так, қайда мольберттер қайда? Шашақ кеттім ғой чөті. Давайте міне мольберт. Осыны алатырайықшы, пока что басқасын көріп тұрған жоқпын чөт. Және де качка алу керек, достар, качать істетін алу керек. А то біздің персонажымыз дрыш болып кеткен слишком. Так, осыны. Давайте қажей қоямыз. Достар, бізді слишком көп зат болып кеткен сияқты қаршы. Симай атыр біздің құтақандай үйімізге. Давайте осы есік алдына қойық. Мына жерге де. Осы жерге. Сосын тағы да не бар мұнда? Так, мұндай бар да еще. Опа, качка олсын мына жерде кішкене. Качка залы олсын мына жерде. Далада тұрады бізде, прям далада кәм. Далада тұрасы шығасында анимация істесін. Міне, достар, осындай прокачка жасадық бүгін үйімізге. Тағы да не алсақ болады, достар. Жазыңдар комментарийға, тағы да не сатып алайын. Так, мына жерде палас жетіспейді сияқты, достар, бұл главный залда, мысалда, мына жерде бір нем палас алу керек сияқты. Так, қазір көреміз. Так. Опа. Так. Че-то аз сияқты қазір. Нормальныйлар бар ма екен мұнда, ұзындары? Че-то аз ғой. Бана үлкен паластар болу еді, қайдан алып едім мен? Қаяқтан шығарып едім? Декамыз. Так. Ит сатып алу керек сияқты сен енді, және де сосын қызық. Давайте кішкене бір өстімдік алайық үйге. Үйде кішкене ауа болсын, а то. Мен слишком бүлкен кен. Ана қараңыздар, сондай королевский нелерді қойып тастайық бұндай. Керемет екен осындай бар. Опа, өшіре қойып тастадым біреуін. Так. Тағы да біреуін жағына қойып тастайын ба? Мынаны алып тастайыншы. Бомжовский болып тұр. Так. Опа, міне керем, достар. Так, ең тағы не алу керек. Так. Опа. Так, бізге реально клем керек, достар. Блин, клем. Барынша үлкен клем керек. Мұнда үлкен клем жоқты. Кәдімгідей. Кәм. Қазақ пайский өп бітті ғой, достар. Нараш, қазақ пайский өп бітті ондай клемдермен. Жарғалық қойып қоймай ма екен? Қазір.
Так. Ноғанды екен. Так, жолы. Давайте бір кішкене бір күшті сор ма екен мұнда? Вау, міне достар, үлкендер міне кәдімгідей. Вау, ну не вообще, міне үлкендері. Так, үлкендерден нормальный сор ма, кішкене бір әдемілеу. Чөті ма осынап тұр достар, қараш. Кәдімгі қазақ пайыз кекілемдер ғой достар. Так, или нан аламыз па? Чөті все жеріне саста. Но ондай ат керінбес. Так, сатып аламыз да спокойно сатып жүреміз. Так. Жоқ, осы болсыншы достар. Осы жерде бір кішкене естіп тұрсыншы. Естіп. Опа, естіп тұрсын. Естіп, осы жерге. Және де мына жерге тағы да біреуін қойып тастайын ба? Или қалай? Жақсы ма екен олай? Или онша емес пе? Че түсінтірген жоқ. Менде ондай керім вкус емес достар. Жыртып атқан ондай вкус жоқ. Так. Үстіп қойып тастайық па? Или қалай? Ортасын ашып керек па? Үстіп керек па? Опа, білмеймін, короче, достар. Пока что тұра берсін жақсы үстіп. Так, енді тағы не жасау керек, достар? Мен ойымша, достар, бүгіндікке осы жарайды сияқты, достар. Егер, достар, сіздерге бүгінгі менің үйімнің прокатчикасы ұнаса, енді, достар, айта алмаймын, прям керім қылдырып жасадым деп. Бізде әлі $1 000 000 бар, так что, достар, әлі құртамыз, әлі тағы да заттар аламыз, ертең вечеринкеге барамыз, бәрін жасаймыз, достар. Сіздерден тек қана лайк, достар. Егер де лайк көп болса, мен Sims 4-ті көп түсіруге тырысамын. Әлі алда қызықты көп заттар жасаймыз бұл ойыннан. Так что, достар, лайктарыңызды қойыңыздар. Ал осымен аяқтаймын мен. Ал сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Мен Инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар, ВКонтактеге тіркелуге ұмытпаңыздар. Бүкіл ссылканың бәрі описаниеда болады. Ал давайте, сау болыңыздар.